Бүгін мен сіздерге шеф-повар Тирана дорамасының екінші сериясын қысқаша баяндап беремін. Серияның басында патшаны оның жауынгерлері тауып алып, қайтадан сарайға кетеді. Ал қыздарды басқа адамдар ұстап алып, оларды мүлде басқа жаққа алып кетеді. Патша сарайында қатаң тәртіп бар, арнайы әйелдер жиналатын орын гарем. Чийон мен оның құрбысында сонда келеді. Бірақ оларды бірден қабылдамайды. Уәзір мазақтап, олардың гаремге тым үлкен екенін айтады. Бұл сөз қыздар үшін ауыр соғады. Енді олардың болашағы бұлыңғыр болып көрінеді. Алайда күтпеген жерден оларды ас үйге жіберіп, кешкісін құрметті қонақтарға ас әзірлеуді тапсырады. Ас үйде абыр-сабыр басталады. Еңбекке үйренген әйелдер сасқалақтап, не пісіру керегін білмей, қателік жасап қоямыз ба деп қорқады. Олардың көздерінде үрей мен үмітсіздік. Сол сәтте Чийон бар, жауапкершілікті өз мойнына алады. Ол сенімді сөйлеп тапсырмалар бөліп береді, қайда не істеу керегін көрсетеді. Ас үй оған бөтен емес орта, сондықтан ол өзін сенімді ұстайды. Қазіргі замандағы білімін қолданып, етті басқаша маринаттап, дәмдеуіштерді ретімен қосып, бұл жерде бұрын ешкім қоспаған ингредиенттерді үйлестіреді. Аспаздықтан шыққан алғашқы хош иістерді сезгенде, әйелдер таңырқай бір-біріне қарайды. Мұндай иісті олар бұрын ешқашан сезбеген. Чийон астың тек дәмді ғана емес, әдемі болуы да маңызды екенін айтып, тағамның безендірілуіне де мән береді. Кешке дастархан жайылады. Қонақтарға уәде берілген, егер асы ұнаса, қыздарды босатады. Қонақтар дәмін татып шынымен риза болады. Бірақ қыздарды қорлау үшін, өздерін жоғары көрсету үшін әдейі ерекше емес деп айтады. Сол сәтте қыздардың үміті үзіліп, бостандық қолдарынан сусып бара жатқандай болады. Дәл осы кезде залға патша кіреді. Оның келуі бәрін өзгертеді. Ол тағамды өзі татып көргісі келеді. Барлығы тына қалады. Патша бір үзім аузына салып, дәмін сезген сәтте жүзі өзгереді. Дәм соншалықты әсер етеді, ол бір сәтке қаталдығын ұмытып кетеді. Бойын ерекше әсер билеп, таңданысын жасыра алмайды. Мұндай асты ол ешқашан татып көрмеген. Қонақтар да таңырқағанымен үнсіз қалады. Ал патша ашық әрі нығайтады. Бұл қыздарды дереу сарайға. Чийон қатты абыржиды. Ол бұл жерге түспей тұрып, Чосон дәуірі туралы кітапты оқып отырғанын есіне алады. Енді оның осында келуі дәл сол кітаппен байланысты екенін түсінеді. Егер сөмкесін тауып алса, мүмкін өз заманына қайтып оралар. Осы оймен ол қашуға бел буып іздеуге кіріседі. Бірақ жоспары жүзеге аспайды, патша оны қайта тауып алып, сарайға әкелуді бұйырады. Сарайда патша оны әйелімен таныстырады. Патшайымның жүзі суып, көзқарасында наразылық пен жасырын қызғаныш бар. Ол патшаның өзге қызды ерекшелеп әкелгеніне мүлде риза емес. Әйелдердің арасында бірден салқындық пен шиеленіс пайда болады. Осылайша екінші серия аяқталады, құпиялар мен қауіпті оқиғалардың бастауында. Әңгіме енді ғана шиеленсе бастады, ал Чийонда әлі талай тосын кездесулер мен ауыр шешімдер күтіп тұр. Келесі бөлімдерді жіберіп алмау үшін жазылып, лайк басып қойыңыз.